Сәлем келіншектер, менің арнама қош келдіңдер. Бүгін біз сүтті де айранды да қажет етпейтін, тек қана 2 жұмыртқа болса болғаны сомен құймақ дайындаймыз. Ең алдымен 2 жұмыртқаны ыдысымызға шағып, үстіне 2 ас қасық шекерімізді салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Бір келкі массаға келтіреміз. Содан кейін сары майымызды қосамыз, 2 ас қасық. Содан кейін бөлме температурасындағы 1 бокал, яғни 200 грамм суымызды қосамыз. Бәрін бір келкетіп араластырып, көпіршігенше араластырамыз. Және оның үстіне 180 грамм ұнымызды қосамыз. Ұнды майда түйіршіктері қалмайынша бір келке етіп араластырып аламыз. Содан кейін 1 шай қасық соданың үстіне қайнап тұрған су құйып, 200 грамм суды жаңағы қоймалжың массамызға араластырамыз. Бәрін жақсылап араластырып болып, қызып тұрған табада түбін майлап пісіріп аламыз. Міне осындай қоңыр түсті, әдемі, нәзік құймақтарымыз дайын болады.